Бүгін мен сіздермен духовкасыз бірден дайын болатын торттың рецептін көрсетем оңай жолын. 2 жұмыртқаны жарып жібересіздер, соның үстіне 40 грамм крахмал, 100 грамм құмшекер, 40 грамм ұнды қосасыздар да, жақсылап венчикпен араластырасыздар. Ана массада түйіршіктер болмау керек. Бәрі бір қалыпта болу керек. Соға дейін араластырасыздар да, содан кейін газға неге астын баяу отта кішкене қыздырамыз. Цветі кішкене өзгереді. Сол кезде сүт қосамыз. Бір 800 мл дей ма, сондай жетіп қалады. Міне осындай болады. Осыны жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер болмау керек, міндетті түрде қарайсыздар ғой. Сосын біртіндеп құямыз сүтті. Біртіндеп құйып, жай отта араластыра отырып қайнатамыз. Сонда қою әдемі кремге айналады. Бұл кремнің дәмі ерекше дәмді болады. Осылай араластырамыз. Одан кейін қоюланғаннан кейін ғана 100 граммдай сары май. Май маргарин емес, кәдімгі 80 граммнан 80%-дан жоғары май болса, сол дұрыс. Маргарин қоспаймыз. Кішкене түйіршіктер байқадыңыздар ма менен? Негізі ондай болмау керек. Кішкене асығыстық жасап жібердім. Қалаған печеньеларыңызды қойып, өстіп кремді жағып шығамыз. Осылай 3 слой печеньені қатарына қойып шығамыз, және үстіне 3 слой кремді кәдімгі көбірек қосасыздар, сонда ана сіңіп әдемі болып шығады. Кремін 3-ші слойында қойып шықтым. Енді мына қалған кремдерді қосып, үстіне шоколад немесе осындай не дейді, вареный сгущенканы қосып жібердім. Керемет нәзік сондай дәмді торт шықты ғой.